Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, Қызан ауылы, Әліби Жангелдин атындағы орта мектептің Байеділовтер отбасы. Сайысқа қатысып отырған Байеділовтер отбасының үлкен әкесі Бекболатов Байеділ Әліби Жангелдин атындағы орта мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болған. Халық ағарту ісінің озық қызметкері, облыстық, аудандық көркемөнерпаздар ансамблінің жетекшісі, сол кездегі облыстық, аудандық пәндік олимпиадалардың төрағасы болған. Спорт және ауыл жастарының мәдениетін көтеруге үлес қосқан ел ағасы. Бекболатов Байеділдің үлкен ұлы Бекболатов Тәңірберген 1984-1990 жылдар аралығында Алматы спорт және дене шынықтыру институтының дене шынықтыру факультетін бітіріп, Әліби Жангелдин атындағы орта мектепте дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болған. Қазақша күрестен спорт шебері, қазіргі таңда денсаулығына байланысты қызметін тоқтатқан. Бекболатов Тәңірбергеннің жолдасы Сүлейменова Раушан Құлыбекқызы да ұлағатты ұстаз. 1965 жылы 19 наурызда дүниеге келген. 1982-1987 жылдар аралығында Орал педагогикалық институтының география-биология факультетін бітірген. 1987 жылдан бастап Әліби Жангелдин атындағы орта мектепте биология пәнінен сабақ береді. Жоғары санатты зерттеуші мұғалім, еңбек өтілі 33 жыл, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары. Аудандық білім бөлімінің, аудан облыс әкімдерінің құрмет грамотасымен, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің алғыс хатымен марапатталған. Оқушылары да аудандық, облыстық пәндік олимпиадалардың жүлдегері. Ғылыми жобалардан аудан облыс көлемінде жүлделі орындар алып жүр. Экология үйірмесінің жетекшісі. Үлгілі ана, отбасы ұйытқысы. 3 ұл, 2 қыз, 6 немере, 2 келін тәрбиелеп отырған аяулы ана, асыл әже, қамқор ене. Балалары мұнайшы, келіндері мұғалім, немерелері оқу үздігі. Бекболатов Тәңірберген мен Сүлейменова Раушанның екінші келіні Әнетова Іңкәр Әмірқызы да ұлағатты ұстаз. 1992 жылы 27 ақпанда дүниеге келген. Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінің шет тілдері факультетін бітірген. Әліби Жангелдин атындағы орта мектепте ағылшын тілі пәні мұғалімі болып жұмыс жасайды. Мектептегі жаратылыстану пәні мұғалімдерін 3 тілде оқытудың кураторы, 9 сынып жетекшісі. Абай әлеміне саяхат, Абайдың шығармаларынан ағылшын тілінде челлендж жасап, сынып оқушыларын ағылшын тілін үйренуге меңгертуде. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласады, Шұғыла би ансамблінің мүшесі. Аудандық білім бөлімінің алғыс хатымен марапатталған. Оқушылары аудандық олимпиада, интернет олимпиада жүлдегері. Жұбайы Бекболатов Абат мұнайшы, 2 бала тәрбиелеп отырған аяулы ана. Әке жолын қуған Байеділов Қамит 2002 жылы 8 шілдеде дүниеге келген. Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінің дене тәрбиесі факультетінің 2 курс студенті. Аудандық, облыстық, республикалық деңгейде өткен спорттық сайыстардың жүлдегері. Қазақстан Республикасының спорт шебері. Атырау, Ақтөбе, Қостанай, Көкшетау, Нұрсұлтан қалаларында өткен кикбокстан, дзюдодан турнирде жүлделі 1-2 орындармен марапатталған. Тәуелсіздіктің 28 жылдығына орай өткен облыстық турнирден 1 орын алған. Отбасының 2 қызы Байеділ Мархабат 1997 жылы туылған. Мектепті үздік аяқтап, ұлттық бірыңғай тестілеуден 119 балл жинап, Сүлеймен Демирел атындағы Қазақ-Түрік университетінің оқу грантын жеңіп алған. Математика пәнінің мұғалімі, жас маман. Еңбек өтілі 1 жыл. Шетпе кентіндегі номері 7 мектеп-лицейде математика пәні мұғалімі болып жұмыс жасайды. Ақтау қаласында дайындау мекемесінде математика пәнінен сабақ береді. Математика пәні бойынша дайындаған оқушылары ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары нәтиже көрсетіп жүр.